Батыс Қазақстан облысында алғаш рет онлайн медицина жобасы іске қосылды. Бұл жоба ауылдық жерлердегі тұрғындарға жедел медициналық көмек көрсетуге негізделген. Осы шап-шағын мониторға науқас туралы барлық ақпарат енгізіледі. Жүрегі тексеріліп, қан қысымы өлшеніп, зертханалық талдаулар жасалады. Кейін дайын құжат облыс немесе республикалық деңгейдегі дәрігерлерге жолданып, қашықтықтан қабылдау жүргізіледі. Бұл жерде басты нәрсе интернеттің жылдамдығы өте жақсы болу керек. Бұл аппаратта бірнеше қызмет түрлері қарастырылған, яғни дистанциондық түрде лабораториялық тексерістердің және де инструменталды тексерістер жүргізіледі. Нақты лабораториялық тексерістерге тоқталатын болса, оның ішінде жалпы қан анализі екі осы көрсеткіш бойынша және де биохимиялық көрсеткіштер және жалпы зәр анализі алынады. Ал инструменталды тексерістерден бұл жерде яғни пульсоксиметрия, артериялық қан қысымын өлшеу, термометрия және де электрокардиограммалық көрсеткіштер жүргізіледі. Онлайн медицина жобасы әзірге тек Теректі ауданына қарасты Подстепное және Ұзынкөл ауылдарында ғана қосылып отыр. Бұл пилоттық жоба. Егер сенім ақталып, жоба жақсы нәтиже көрсетсе, барлық аудандарды онлайн медицинаға қосу жоспарланып жатыр. Қазір медициналық көмекті қолжетімді ету мақсатында қашықтықтан медициналық қызмет түрлерін көрсету мәселесі жетілдіріліп келеді. Атап айтсақ, Батыс Қазақстан облысында 2024 жылдың қазан айынан бастап әлеуметтік әмиян жобасы жүзеге асып келеді. Бұл есепте тұрған науқастарға тегін дәрі-дәрмектің берілуін және одан ашықтығын қажет ететін жоба. Диспансерлік есепте тұрған науқастар бізде тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіледі ғой. Сол тегін дәрі-дәрмекті жаңағы науқас немесе жаңағы жүре алмайтын науқас болса, доверенное лицо, сол кісі барып жаңағы егов мобайл жүйесі арқылы соған ол жаңағы интеграцияланған әлеуметтік әмиян жүйесі, сол арқылы соған біріншіден не келеді, сообщение келеді, сізге дәрі-дәрмек жазылды, осындай күні келіп алып кету керексіз деген. Сонымен барады да жаңағы егов мобайл приложениесін ашып, көрсетіп, сол жерден сканерлеп, дәріні беріледі. Ол дейтін сканерленген жаңағы біздің жүйеде түседі, екіншіден науқас уже алды деген сөз. Жаңағы айтып кеткендей, бұрындағыдай сообщение алдыңыз, мен на самом деле дәрі алған жоқпын деген сол дүниені жою үшін бұл да енгізілген дүние. Қазіргі таңда ол бізде жақсы жұмыс жасап жатыр. Денсаулық сақтау саласына енгізіліп жатырған цифрлық жүйелердің мақсаты халыққа дер кезінде уақытылы медициналық көмек беру және оның ашықтығын қамтамасыз ету болып табылады. Жанат Көшкінбай, Наурыз Қалиев, Жайық пресс.